мешіттерде азан айтылып жатқан кезде бір бауырларымыздар тік тұрып тыңдайды, кейбір көпшілігіміз отырып тыңдаймыз азан, яғни намаздың уақытында. Иә. Сол тұрып тұрған жігіттер айтса, отырсаңызшы, шамалы мешіттің әдебін сақтайық, тұрып тыңдайық десек, ол кісілер айтады, пайғамбарымыз мешітке кірген кезде отырмай тұрып, 2 рәкат намаз оқыңыздар деп сондай сөз айтып, олар тыңдамайды, отырмайды. Бұл өткен намаздың уақытына келіп тұр. Енді қаншалықты дұрысына отырып тыңдау, азанды отырып тыңдау керек па, қағып тұрып тыңдау керек па? Қайсы? Бұл мәселені енді көп жерде айтып жатырмыз. Негізі бар ғой, осы сауалдарына өздерінің сол ділмұраты да жауап беріп қойған бұған. Мешітке кіргенде отырыңдар деп айтып қойған, ол фәтуасы жетпей қапты, соны қайттан іздеп ділмұратына ызбандабасын деңіз. Ал енді дұрысына келетін болсақ, бауырлар, рас, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітке кірмей тұрып 2 рәкат намаз оқы деген. Бірақ бұл оқы деген бұйрығы парыз емес, сүннет амал ғана. Сондықтан мысалы азан айтылып атқан кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның отырып тыңдағандығына хадистер бар. Иқамат айтылғанда ғана тұрғандығы бар. Сондықтан мешітте тұрып тыңдау бидғат деп айтыңыз. Оған бидғат шексін деп айтыңыз. Мен саған қол алмайым бидғат шекпен деп айтып қойыңыз өзінің сөзін өзіне. Себебі бұл нәрсе уәжі жоқ. Бір сахабаны мысал келтіріп айтсын деңізші өзіне. Бір сахабаның өмірбаянын ашта мысал келтіріп айтшы, азан айтылған кезде мешітке кіріп аяғынан тік тұрып тұрды деп айтсыншы. Сосын біз іздеп көрейік сол сөзін. Себебі біздің салаф солихтарымыз, ұлыларымыз, сахабаларымыз, пайғамбарымыздан келген бірде-бір дәстүр жоқ, азан айтылған кезде 2 аяқта тік тұрып тыңдағандығы. Бәлки отырып тыңдайтын, иқамат айтылғанда ғана орнынан тұратын.